Ассалаумағалейкум, тарих сыйрығы. Бүгінгі әңгімеміз кіші жүздің шежіресі және тарихы жайлы болады. Әңгімемді бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, өз ойларыңызды білдіріп кетіңіздер. Жалпы кіші жүз үш үлкен ұрудан тұрады. Көбіне ғалымдардың айтуы бойынша ұру конфедерациясы дейді. Бірақ жалпы Әлімұлы, Байұлы және Жетірудан. Әлімұлы шығу тегі жайлы көптеген болжамдар бар. Соның бірі Шыңғыс ханның империясында, яғни алты татардан тарады десе, 17-18 ғасырдағы, яғни орыс зерттеушілердің жазғанда Әлімұлын Қаракесек деп жазған, яғни бұрын Қаракесек. Кейін ол руда өзінің беделімен ықпалы түскеннен кейін Әлімұлы деп аталған. Бұл жазбалар орыс ғалымы Тевкелевтің жазбаларында да кездеседі. 12 ата Байұлы басында алтын деп аталып келді. Олай рудында ықпалы түскесін, кейін оны Қарақұрт деп аталып келді. Біздің қазіргі кезде Байұлы деп аталады. 12 атадан тұрады. Оның шығу тарих жайлы көптеген болжамдар бар. Мысалға, адайларды дай тайпаларынан тарады деген, адайлар толықымен де шығарылым бар. Черкестерді Кавказдағы черкестер халқымен де байланыстырады. Ал ысықты мысалға, ол дін таратушы миссионерлермен, ислам таратқан кіші жүздегімен солардан тарайды деген болжам бар. Совет жақсылықтың соңғы кездердегі генетикалық сараптама бойынша, яғни Байұлы мен Әлімұлы аталық генетика ДНК-сы екеуі бір атадан тараған болып саналады. Яғни Байұлы мен Әлімұлының ата тектері бір, тек Жетіру бөлек болып, яғни олар кейін қосылған ұру болып саналады. Олар бір текті емес. Жетіру жайлы әлі ғалымдардың үлкен қызу пікірталаста. Көбіне олардың ойлары бойынша ұлы жүзден келді деп айтылады. Ал тек ДНК сараптама бойынша ысықтар ғана, жаңа айтып өткендей, олар миссионерлер, кіші жүзді дін таратушы, солардың ДНК-сы бөлек болып келеді. Басқа Байұлының ішінде қалғандар бір-біріне жақын туыс болып табылады. Байұлы мен Әлімұлы рулары. Жетірудағы 6 руы Алтын Орданың 92 ру бірлестігінің ішінде кездеседі. Тек қана Жағалбайлы жайлы. Жағалбайлы негізі болжам бойынша Қырым хандығынан бастау алады деген, яғни ұлы жүз жайлы шығарылым болды. Осының алдында сонда айтылып кететін атақты Иса ұлы Әмет жайлы, яғни Жәнібектің қызын алып, Жәнібек ашуланып үйсіндерді қыра бастағанда ол Жағалбайлы еліне қашқан деген. Сол кездері Жағалбайлылар Қырым және Азов теңіздерінің жағаларында мекен еткен дейді. Келесі ру Жетірудағы Табын жайлы менің каналымда шығарылым бар, толыққанды қараймын десеңіздер. Келесі ру Таманы негізінде Шора батырмен тығыз байланыстырады, яғни Шора батырдан тараған деп. Шора батыр қазақ жалпы шежіресіндегі рөлі үлкен, яғни Едіге эпосы және Қобыланды эпосынан кейін Шора батырдың эпосы бар. Шора батыр Қырымның 40 батыр жайлы эпос жазбаларында көптеген тығыз байланысты, яғни ол сол Қырым хандығынан келген деген болжам бар. Келесі ру Рамадан 2 қазақ шежіресінде әрі фольклорында кездесетін Қожанасырмен және Жиренше шешемен тығыз байланыстырады, яғни Қожанасырдан тараған деп. Кей ғалымдар оны Қырым ханы 1430-40 жылдары билеген Рамаданмен тығыз байланыстырады, бірақ Рамаданмен ол байланысы толыққанды дәлелденген жоқ, бірақ осы Қожанасыр мен Жиренше шешемен тығыз байланысы бар екені дәлелденді. Келесі ру ол жайлы мағлұматтар аз, әрі де болжамдар болғанмен дәлелденбеген. Тағы бір ру Жағалбайлы жайлы мана атап өткендей, яғни зерттеулер енді жүріп дәлелденіп жатыр. Сондықтан мағлұматтар толыққанды дәлелденген жоқ, бірақ көптеген болжамдар бойынша бұл Қырымнан бастау алған ру. Әлде де уақыт көрсетеді, нақты ДНК-лық сараптамалар болады, генетикасын зерттеледі, әрі шежірені толыққанды шығаруы. Келесі ру Кердері. Бұл ру негізі кезінде үлкен аса рөл атқарған деп айтылады. Яғни бұл ұлы жүзде ойраттармен көршілес болған деп, үлкен қауіпті ойраттармен көршілес бола өзінің беделі, ықпалы және де күшін жоғалтқасын, кейін осы кіші жүзге қосылды деген болжамдар бар. Ал жалпы алшындар туралы айтып кететін болсақ, алшындардың шежіресіндегі, яғни Бату ханның бәйбішесі Бурақшын қатынды ерекше атап кетуге болады. Ол жайлы Батый жайлы шығарылымда бар. Бурақшын
Шыңғыбатын аман алып қалады. Алшын татарлар негізі Есегейді олар өлтірді деген күдік бар. Жалпы бүкіл татар ру тайпаларын бәрін құртады Шыңғысхан. Тек қана аман қалатын Шыңғысханның бір әйелі мен татарлар сағалап яғни қайын жұртынан және Батыйдың қайын жұртынан аман алып қалады. Борық Шыңғатын Батый өлгеннен кейін де Алтын Ордада ерекше орын алады. Алшындар Алшын шежіресінде үлкен рөл атқарған батырдың бірі ол Алау батыр, яғни Алау батыр Әз Жәнібектің кезінде өмір сүрген және де жоғарыда айтып кеткен Иса ұлы Әметтің үйсіндермен болған қырғындағы қуған. Жәнібектің ұлы Бердібек екеуі Алау батыр, яғни Алау батыр Әлімұлы да Байұлының да атасы болып келеді. Кейінгі алшындардың арасында үлкен беделді ықпалды болған адамдар тұлғалар болар. Жиенбет жырау жайлы. Жиенбет жырау Есім ханның кеңесшісі, яғни биі болып келді. Бірақ Есім ханға қарсы шыққан жолбарыстың кесірінен, яғни жолбарыс оның туған бауыры болып бауырын қолдаған Жиенбет жырау Есім хан арасында жік түсіп хан сарайынан шеттетіледі. Яғни Есім ханның бұйрығын барша халықтың көзінше орындамаған жолбарыс хан және Жиенбет жырау жалпы бүкіл Тана руының үлкен беделді ықпалын толығымен жоғалтып, алшындар шежіресіндегі басқа рулармен теңесіп, жай ғана ру болып қалды. Келесі тұлғамыз ол Жалаңтөс Баһадүр, яғни Жалаңтөс Баһадүр Сейітқұлұлы жайлы менде шығарылымда бар, толыққанды қараймын десеңіздер. Жалаңтөс жайлы телесериалда түсіруге болады, кинода түсіруге болады. Бұл Баһадүр және ел билеген әмірші деп атауға да болады. Жалаңтөс Баһадүр жастайынан көп болжамдар бойынша кедей болғасын, сауытқа ақшасы болмағасын, Жалаңтөспен шапқыншылықпен ұрысқа қатысқан, сондықтан бүкіл ерлігі үшін бәрі Жалаңтөс деп атап өткен. Жалпы Жалаңтөстің ықпалы, билігі өте нақты болған, үлкен беделді болған адам. Өз заманында көптеген ұрыстар мен шайқастарға қатысты, әрі өз аумағындағы үлкен ықпалмен болып отыр. Үлкен бай қалаларды билет және оның жорықтары бар. Афганистанға, Иранға, Үндістанға, жан-жағында қалмақтармен де болған шайқас. Кейбір кездерде ол қазақтарға да қарсы тұр, яғни қазақтардың қалаларын шапқыншылық жасаған кезде кейін берте қазақтарды қолдап. Кей деректерге қарағанда Жалаңтөс өзінің туысқандарын Байұлын, яғни Әлімұлдарын қолдап, олардың қалмақтармен екі ортада қорғанышы болған. Ол кезден әлі толыққанды кей рулар қазақ хандығына бағынышты болған жоқ, сондықтан өзінің туысқаны Жалаңтөстен көмек сұрап, көптеген кіші жүздің рулары қорғанышы болған. Жалаңтөс яғни қалмақтар арасында келіссөздер жүргізген, келіссөз келіспесе ұрыс шайқастарға барған. Кейбір деректерде, яғни жазған хатында қалмақтарға сыр бойындағы 50 мың әскер әкеліп, сонда шайқасқа шақырғандығы жайлы, яғни оның шайқасқа дайындығы сол жерде кездесетін көптеген деректер бар. Ол жайлы ғалымдардың айтуы бойынша Әлімұлы мен Байұлын Жалаңтөс тірі кезінде үлкен қолдау жасап отқан, емін-еркін көшіп қонуына. Ал Жалаңтөс өлгеннен кейін оның немере інісі, яғни Айтеке бидің әкесі Бәйдібек айтады, яғни Ташкенттен кейін қарай көшкен жайлы. Жалпы Жалаңтөс өлгеннен кейінгі қазақтар, соның ішінде алшындар туысқандары қысым көріп, жан-жақтан кейін қарай қазақ даласына көшкен жайлы жазады. Жалпы Жалаңтөс көзі тірі кезінде үлкен ықпал мен билікке болған алшындарды өлгеннен кейін шеттестіріп, барша алшындар кейін қарай көшеді. Кейбір болжам бойынша бір немере інісі Үндістанға кетті дейді, ал өзбек жазбаларында ол сол Ташкенттің маңайында қалды деп айтады. Келесі шығарылымда, яғни шежіреге кірмеген рулар жайлы болады, яғни сол төрелер мен қожалар жайлы. Ағайын жазылып, комментарий жазып кетіңіздер, өз пікір ойларыңызды айтыңыздар. Өздеріңіздің білгілеріңіз келген оқиғалар мен тұлғалар жайлы болса комментарийға жазып кетіңіздер. Сол жайлы шығарылым жасайын, әрі қоңырауға бас жіберіңіздер. Уақытылы біліп отырасыздар, шығарылымның дер кезінде көріп, жан-жаққа таратып және жазылып отырыңыздар. Каналдың дамуына үлкен үлес қосасыздар және толыққанды тыңдағандарыңызға көп рахмет ағайын.